10 сабақ 10 сынып қазақ әдебиет пәні тақырыбы болыс болдым мінекей бөлімі. Сабақта мақсаты шығарманы мазмұндас туындылардың көлемімен салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бағалау критерий. Шығарманы мазмұндас туындылардың көлемімен салыстырады. Оның тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Сөздердің мағынасын анықтайық. Болыс, ояз, ел. Болыс қазақ жерінің патшалық Ресейдің қол астында болған кезіндегі аумақтық әкімшіліктің бөлінісі. Болыс қызметтік лауазым, болыстықтың басшысы және басқарушысы. Ояз Ресейдің губерниялық құрамына кіретін әкімшілік территориялық бөлік. Оязды басқарушы әкім. Ел мемлекет сөзінің синонимі ретінде қолданылатын термин. Болыс болдым мінекей өлеңі Абайдың 1889 жазылған өлеңі. Болыс болдым мінекей, бар малымды шығындар, түйеде қолым аттаға, қалмады елге тығындар. Текте дағы елімді, ұстай алмадым ығындар, күштілерім сөз айтса, бас іздеймін шығындар. Әлсіздің сөзін салғытып, шала ұғымын қырындар, саяз бар десе жүрегім, орнық қойды суылдар. Сырттыларға сыр бермей, құр кілемін жымындар, жай жүргенде бір күні, ат шабар келді өкіде. Ояз шықты сияз бар, лау деп кейдеп, дүңкілдеп, сасып қалдым күн тоғай, жүрек кетті дүпілдеп. Күнтуық күнін сөйтсе де, қарауындадым әкімдеп, старшын дейді жиғыздың, керекке құл деп бекіндеп. Ет жарымды үй жақсы, болсын бәрін күттім деп, қайраттанып халқыма сөз айтар жүріп күлкілдеп. Құдай қосса жұртымның, ақтарамын соғысы жол сүтіндеп, қайратсынып қан қосып, сайманымды бүтіндеп. Онаншада оязға мақтаймын мейірімді, өз еліме айтамын, бергенім жоқ белімді. Мақтанамын кімсініп, оязға сөзім сенімді, көрсеттім деймін ыңдаймын, адақ қылар жерімді. Сөз көбейді ұлғайды, мақтаным көрінді, қазақтың жерге қайратты көп, бұрынды да берімді, әрлі-берлі тартысып, әсі арманы жеңілді, алқыны күшті асылдар, ноқтаға басы керілді. Үлкені кіші ақынның бәрі сөз боп терілді. Қайрауы жеткен қатты бей, қайырлық етсін күнінде, өз малым деп қойған мал, иесіне берілді. Ақылы жандар қамалып, кептігі сонда ерінді, арыз қышылар көбейді, болыстың күні кешемеді. Қайтсын байғұс түнді, бір кептірмей терімді, күн батқанша шарамын, әрлі-берлі талпылдап, етек кеткен жайылып, атақ кеткен жарқылдап. Оязға жетсін деген боп, боқтар жүрмей барқылдап, кейбіреуге таяғын тиіп кетті барқылдап. Пысықтың көбі бұғып жүр, кетпесе оңай шыңқылдап, ашылып қоңырау күмісті, ойын кетті алқылдап. Елі жөні болыстар, мақтаны өз тартылап, күлкісі жақсы қартылдап, үні бөлек сартылдап, сөйлесе кетсе бір жерде, ағыны қатты ақылдап. Оязға кірсе өзгедей, мерейі үстем жарқылдап, елім бұзық болған соң, ояз жатыр шалқылдап, табанының тозасын қос өтіріп тартылдап. Антұрғаным өзінде, бір мінезбен өткенін, момындық күшті екенін, көрсем дағы күткенін, сияздың соң елімді қысып алып кеткенін, әуелдегі бостарды мықтыға мылқып кеткенін, жуанды қойып жуақты, біраз ғана шектемін, ояз барда қылықты, ояз жақта өткенін, кәпір шүкір үлкен жерді қайда көріп өткенін. Анау арам сілтекке еш кісіні теппеймін, өзімдік бол деп елжіп, құрастырып септеймін. Ұзақ оны білігін, жақсы ақыл деп құптеймін. Сүйгенім жасы қолым бос, біраз ғана айлам бар. Айлам құрсын білемін, болыстықтың жолы тар,
айтып көмек болары ынтыман эки уракар, көргенин ойдо ойлошуп, ұят намыс қалдар. Ендігі сайлау болғанда, сүйемі деп тағышар. Бұл күніне бір күні, боламын ғой деймін болғар. Ақыл айтар туғандар, бұл сөзімді ойланар. Капшылықке көбейгей, сөгіс естіп тоздажар. Мынау елді ұстарлық, кісі емеспін кел құтқар. Қолдан келмес қорлыққа, неге болдым мұншалықты? Бір бөлігі. Жаңадан болыс болған адамның болыстық мансапқа жету жолының көңіл күйі көрсетіледі. Екінші бөлігінде болыстың сияз үстіндегі іс-әрекеттері мен ой толғаныстары баяндалады. Мәтіннің үшінші бөлігінде болыстың сияз етіп, ояз біткеннен кейінгі халі бейнеленеді. Бірінші тапсырма кезектері Вен диаграммасы арқылы бірінші тапсырма болды. Ұқсастықтары. Шығармада көтерілген мәселе тақырып идея. Екінші, болыстардың жек-көрім іс-әрекеті. Үшінші, сатира, юмор, сарказм. Екі өлеңде сыншының реализмін жазуы. Келесі жаңағы Вен диаграммасын салыстырайық. Болыс болудың екі өлеңі. Болыстың өз портрет жасау өзіне мерзімі беру. Мәз болады болыстың өлеңі. Патшаның отарлау жүйесі туралы айтылады. Болыстың іс-әрекеттері айтар тарауынан беріледі. Екінші тапсырма. Екі өлеңнен алынған үзінділерді салыстыра отырып, ақын болысқа қандай мінездерді көрсеткенін анықтады. Болыс болумен екі бар малымды шындап, түйеде қалмады елге таңдап. Сөйтсе дағы елімді, ұстай алмадым мығымды, күштілерін сөзеті, бас іздеймін шыңдап. Мәз болады болысын, арқаға ұлық қыстанған, шелтірейті борсын, шендішекпен жақтанған. Күнде жақсы болама, бір қылыға жақанған, оқалы тонын толана, ар ұятын сатқанған. Болыстарға микромезін берейік. Дәйек сөзі, микромезі, түйеде қолматтыға қалмады елге таңдап кейінгі қара қоларды. Құр күнде жынымдар, екі жүздімін, сасып қалдым, күні тұғыр, қорқа, көзірек. Ғаламнан тозасын, құр жүгіріп тапты да, бош өрес, берекестіктік. Мәз болады баласын, шенде шетпен жатқанға, атта құмар. Егер қалап елерді көз аспанға, өктен дойыр, одан үміттің құлақ, жол табылар сасқанға, үмітсіз, қайырсыз. Үшінші тапсырма кезектері. Өлеңнің тарихи құндылығының көркемдік құндылығын анықтаңыздар. Тарихи құндылық, көркем шығарманың тарихилығы, шындық болмыспен тікелей байланыстылығы. Көркемдік құндылық, шығарманың поэтикалық тілі, жазушы стилі. Сабағымызды қорытындылай келе, Абай поэзиясы өз замандағы қоғамдық өмірдің ең көкейкесті, ең күрделі және маңызды мәселелерін толғаған поэзия. Оның өлеңдерінде қара сөздерінде қазақ өмірінің көркемдеп, бейнелеп, телегей теңіз шындығы бар.